Бұл бөлімде шапанды пішеміз. Лекалымызды қиып дайындап алдық. Лекалдың сыртына сантиметр қосып қиған жоқпыз. Оны қандай сантиметр қанша қосымша қосамыз, фасонға қарай осы матаның үстінде қосылады. Матаны екіге бүктеп алдық. Матаның сатып алғандағы ұзындығы міне мынау 1,5 метр болған, 1,50. Ал ені бұл енді мата болғандықтан перде матасына арналған, пердеге арналған жылтыр глянцевый велюр деп алған матам. Ені үлкен болғандықтан міне бүктеліп тұр бұлай. Сол енінен киімге жететіндей шамамен, мысалы мұнда ені 3 метр болса матаның, маған керегі міне 75 сантиметрден бір бүктеп алдым матаны. Мына мен мынаның аралығы 75 сантиметр. Сонда арғы жағы 75 сантиметр, яғни 1,5 метр матаны енінен екіге бүктегендей болып отырмын. Мына енді матаның ұзындығы мынау. Қателеспейміз. Лекалды қойған кезде лекал міндетті түрде матаның ұзындығына жатады. Матаның ені лекалдың еніне жату керек міндетті түрде. Осы ережені сақтаймыз. Енді мына жерде бүктеу түскен жаққа артқы бойды қойдым. Өйткені артқы бой бітім болады, ешқандай тігіс жоқ, бітім болады. Ал енді біздің матамыз алдыңғы бойды мына жақтан қоюға мүмкіндік береді. Яғни етектің кеңдігін былай шығару үшін барынша, мен осылай етектің кеңдігін шығару үшін алдыңғы бойды былай қойдым. Егер сіздің матаңыз бағыты бар, мысалы мынау велюр болғанмен бағыты жоқ, яғни былай сипасаңыз да матаның бағыты біркелкі, өзі сондай мата. Енді кейбір велюрлар, мысалы былай сипасаңыз қарайып тұрады, былай сипасаңыз ағарып тұрады, немесе күннің түскен сәулесіне қарай әртүрлі құбылып тұратын болса, сіз мына әдісті қолдана алмайсыз. Ондай жағдайда, егер сізге қатты кең керек болмаса шапаныңыз, ондай жағдайда мына лекалды алдыңғы бойды артқы бойдың лекалымен бірге қоя бересіз. Мына жерге қоя беруге болады, бұлай алып. Яғни кеңдік аса керек болмаса, матаңыздың бағыты бар болса, осылай лекалды қоя бересіз. Бұлай алдыңғы бойды пішесіз, бұлай артқы бойды пішесіз. Енді маған кеңдік керек болып тұр, сондықтан мен және матада мүмкіндік беріп тұрғаннан кейін мен алдыңғы бойды бұлай қоямын да, алдыңғы бойдың трапециясын мына есептен шығарамын, бұлай мына жақты пайдалану үшін. Артқы бойдың трапециясын мына жақтан бұлай шығарып қолданамын. Енді артқы бойды бірінші шығарып алайық. Сызғанда біз енді лекалды қолданып жатырмыз. Мен ыңғайлы болу үшін, қыздар, мына лекал сызу сабағында тек қана бір лекалдың үстіне алдыңғы бойды, артқы бойды сызған едік қой. Бұны мен көшіріп алдыңғы бойды бөлек қылып алдым. Солай істеп алсаңыз да болады. Мойын ойынтысына тігіс бермейміз, бастырамыз. Иық тігісіне 1 сантиметр, қолтық ойынтысына 1 сантиметр, және бүйір тігіске 1,5 сантиметр қосымша беріп сызамыз. Енді бізде мына лекалмен былай кетейін деп тұрған жоқ. Өйткені ондай қыпша, яғни детальный болғаны қажет емес маған. Мен сондықтан осы дәл қолтықтың түбінен трапеция берейік деп тұрмын. Енді етектің айналымы қанша кең болсын, оны қалай білеміз? Енді ол да сіздің қалауыңызша. Мысалы, мына жерден мата бар мүмкіндік береді. Мына жерге дейін. Матаны түзеулеп, екі басын қажетті ұзындықты сызып қойдық қой. Сол етектің сызылған линиясынан сіз өзіңіздің кеңдікті өлшесеңіз болады. Мысалы, мына жерге дейін, мына аралық 43 сантиметр. 43 сантиметр дегенім сол екі еселенгенде артқы бойдың жалпы ені, артқы бойдың ғана етегінің ені, онда ол 86 сантиметр бар деген сөз. Дәл сол сияқты мына жақтан алдыңғы бойға 86 сантиметр шығады, сонда 80-80, 160 сантиметр общий жалпы айналымға келіп тұр. Яғни бұл сізге кең ба, көп па, аз ба, оны өзіңіз білесіз. Аз айтамын, жоқ, тым қатты трапеция қылмаймын десеңіз, бұлай прямой ала берсеңіз де болады.
міне мен қазір көрейін, міне 40 деп алайын. 40 тігіспен қосқанда 40 деп алып жатырмын. Мына жерде міне негізгі лекалымыз, оған сантиметр, 1,5 сантиметрді қостым да, сол 1,5 сантиметрді анау жақтағы 40 деп белгілеген нүктеге апарып былай қосамын. Сонда бұл бізде бүйір сызығы шығады. Киіміміздің бүйір сызығы шығады. Енді қолтық ойындысына 1 сантиметр қосып шығамыз. Бастапқыда мүмкіндігінен хабарыңыз бар болса, немесе лекалды сызып алғаннан кейін мынандай сантиметрді сызып жатпай-ақ бірден қайшымен сол 1 сантиметр, 1,5 сантиметрді мөлшерлеп сыза берсеңіз болады. Иыққа қостық. 1,5 сантиметр мойынға керек емес. Міне біздің артқы бойымыз дайын тұр. Кесіп алуға дайын тұр артқы бойымыз. Енді алдыңғы бойды пішеміз. Алдыңғы бойды пішу үшін мұнда негізгі ұзындық неде, міне мынаған дейінгі ұзындық, менікі топқа түсетіндей ұзындық 145 сантиметр. Енді өзіңіздің бойыңыздан қанша ұзындық керек, оны өз қалауыңызша өзгертесіз. Мүмкін мынандай ғана ұзындық болады, мүмкін мынандай ғана ұзындық болады, оны тағы өзіңіз білесіз. Сол қысқасы, негізгі ұзындықты белгілеп алған линиядан 1 сантиметр лекалды төмен қоямыз. Ал алдыңғы бойдың мына жағында түйме болғандықтан, түйме үшін 5-6 сантиметр мына жерге қалдырамыз. Түйме үшін. Бұл жерде арнайы планка, немесе матаның өзінен бүктеп планка жасамаймыз. Біз подборд арқылы дублириндеп, подборд алдыңғы бойды дублириндеп, кәдімгі пальтоның өңірі сияқты қылып түйме жасаймыз. Яғни, бірақ бір бортта ғана болады, двухбортный емес, сондықтан 5 сантиметр түймелікке мына жерден қалдырсаңыз жетеді алдыңғы бой үшін. Бұлақты қадап, лекалымыз жылжып кетпес үшін, немесе ауыр бір зат қойып қойсаңыз болады. Енді дәл мұнда қанша кеңдік бердік, сондай кеңдікті, мысалы 40 дедік қой, мына жақтан береміз. Бірақ бізде алдыңғы бойдың 5 сантиметр сызып алайық. Мұнадан ары қарай 5 сантиметр бізге керек, қазір оны сызамыз. Осы линиядан, мына линиядан, етектің жағынан, етектің 40 сантиметрді белгілейміз. Ол 40 сантиметр міне мұнда кеп тұр. Енді осыны қолтықтың түбінен 1,5 сантиметр тігіске беріп, мына линиядан 1,5 сантиметр тігіске беріп, сол сантиметрді анау 40 деп белгілеген нүктемізге апарып қосамыз. Бұл қосқан линияңыз қиғаш болмай, түзу болғаны дұрыс, жалпы ерелеңдеп кетпегені дұрыс. Алдыңғы бойдың кеңдігі етегі шықты. Енді жоғарғы жағда дәл солай қолтық ойындысына 1 сантиметр, иық тігісіне 1 сантиметр, мойын ойындысына, егер қатты ойып кетуден, мысалы жағаңыз қатты төмен түсіп кетуден қорықсаңыз, онда әзірге 1 сантиметрді қосып піше берсеңіз болады. Сосын примерка жасағанда, немесе жаға пішімін жасаған кезде керек емес сантиметрді алып тастаймыз, егер артық болса. 1 сантиметр қолтыққа беріп жатырмын. Алдыңғы бойға қосатын 5 сантиметрімізді мына жерден қосамыз бірден. 5 сантиметр. Тура мына лекалдың біткен тұсынан ары қарай 5 сантиметрді қосамыз. Соны төменге қарай апарып сызамыз. Яғни бұл ерекшеленіп тұрған мына жердегі қосымша, бұл бізге түймелік үшін, яғни өңір кішкене бір-бірімен айқасу үшін қажет. Бұны қиып тастамаймыз.
болды. Енді осыны қиып аламыз.